бір ел өзінің тарихын білмесе, бір халық өзінің тарихын жоғалтса, оның артынша өзі де жоғалуға ыңғайлы болып тұрады. Әлихан Бөкейхан. Сәлеметсіздер ме? Мен Қойшыбаева Айнагүл Омарқызы, Қарағанды облысы Шет ауданы Абай атындағы жалпы білім беретін мектептің тарих пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз 20 ғасырдың 60-80 жылдарындағы Қазақстанның қоғамдық саяси дамуындағы қарама қайшылықтар. 20 ғасырдың екінші жартысында ұлттық мүдделерді қорғау қалай жүзеге асырылды деген зерттеу сұрағымен жұмыс жасамақпыз. Оқу мақсатымыз әміршіл әкімшіл саясатқа қарсы халық наразылықтарын салыстырып талдау. КСРО-дағы ұлттық саясат мәселелері, бұрмалаушылықтары, 1979 жылғы Целиноград оқиғасы және Жас тұлпар ұйымы туралы сөз қозғаймыз. 20 ғасырдың 60-80 жылдары Хрущевтік Брежневтік кезеңде КСРО басшылары Кеңес одағының аумағында жаңа Кеңес халқы деп аталатын тарихи қауымдастық құруды жоспарлады. Оған сол кездегі ұлттық мәселенің толық және тұтастай шешілуі, ұлттар мен ұлыстардың мәңгілік жақындасуы, халықтардың мәңгілік достығы деген марксист ұрандар негіз болды. Жаппай депортациядан кейін Қазақстан халықтар достығының зертханасы деп атала бастады. Интернационализмді ресми түрде жариялай отырып, ұлттық құндылықтардың дәріптеудің кез келген көрінісі ұлтшылдық ретінде сипатталды. Ұлттық тіл мен мәдениет туралы өзіндік балама идея ұстанған Мәскеуде оқитын қазақ студент жастары 1962 жылы Жас тұлпар ұйымын құрады. Қазақстанның экономикалық артта қалушылық, қазақ тілі мен мәдениетінің кемсітушілігі, Қазақстанда тұратын халықтардың ассимиляцияланып орыстандыру саясаты жас тұлпарлықтарды алаңдатты. Неге біз көне мәдени мұраның иесі бола тұра тарих көшінен қалып бара жатырмыз? Қазақ халқы қашан еңселі ел болып, өркениетті халықтармен терезесі тең тұрады деген сұрақтар жас тұлпарлықтардың жатса тұрса маза бермеді. Жас тұлпар ұйымын құрушылар Мұрат Әуезов, Сәбетқазы Ақатай, Мақаш Тәтімовтер болды. Болатқан Тайжан, Марат Сембин, Қайрат Қадыржанов, Ғаділбек Шалахметовтер мүшелері болды. Жас тұлпар ұйымының құрылуы туралы Мұрат Әуезов өзінің естелігінде былай дейді: біз өзіміздің кім екенімізді, тарихымызды білгіміз келді. Қазақ ұлтына жасалып отырған әділетсіздікті көрдік. Сол уақыттарда қазақ мектептері жабыла бастады. Семей полигонында ядролық жарылыс жүрді. Қазақстанның 5 облысын қамтитын тың өлкесі құрылып, оған сырттан неше түрлі адамдар әкелінді. 5 облыс үшін бір ғана қазақ газеті шығарылды. Оның өзі орысша басылымның аудармасы. Ашаршылық туралы естігеніміз бар. Ешқандай дерек жоқ. Бірақ ата-аналарымыздың, үлкендердің әңгімесінен тыңдағанбыз. Ақиқаттың ашылмай жатқанын ішіміз сезіп жүрді. Қазақтың атылған ақын жазушылары, алаш зиялылары тағы бар. Осының бәрі біз сияқты жалындап тұрған жас жігіттерді ойға қалдырды. Біздің өз ой пікіріміз қалыптаса бастады. 2-3 курстан бастап экономиканы оқыдық. Қазақстанның шикізат базасы екендігіне, отарлау саясатының құрбаны болғанына көз жетті. Болатқан Тайжан, Алтай Қадыржанов, Әнуар Сартбаев және мен төртеуміз 1,5 айдың ішінде 46 жатақхананы аралап үгіт-насихат жүргіздік. Жастолпаровцы пытались анализировать процессы, происходившие в стране и в мире, и высказывать открыто свою позицию. Венгерское восстание 1956 года, жестоко подавленное советскими войсками. Деколонизация мирового масштаба, когда свыше 4 десятков африканских государств освободились от колониального гнета Британии. Получила независимость Индия. Все это волновало ребят. А лозунги о независимости и суверенитете будоражили воображение. Невольно студенты стали задумываться и о советской реальности.
Является ли Казахстан равноправным субъектом союзных республик в составе Советского Союза? На этот вопрос сам собой пришел ответ. Казахстан – колония со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это и преступления сталинского периода, это 1937-е годы, это коллективизация, унесшая жизнь более чем трети казахского населения. Тогда было мое первое выступление перед казахской молодежью. Я тогда вот открыто говорил, что казахи половину погибли, и что демографическая ситуация казахов только начинает поправляться, и надо ее исправлять очень быстро, иначе казахи, оставаясь в меньшинстве своей республики, могут отторгнуть некоторые территории. Я же автор письма Хрущеву. Писал письмо в 1963 году, мне вызвали в ЦК, оказывается, пришел ответ из Алматы, и мне дали прочесть это письмо. И там единственное слово, которое я запомнил на всю жизнь: о гибели скота можно писать, а о гибели людей нельзя писать. Макаш Татимов – единственный в 60-е годы, кто смог докопаться до истины о численности казахского населения до и после Октябрьской революции. Но открыто говорить он мог только в среде жестолпаровцев. Никто и не подозревал, что с освоением Целины состав населения северных областей республики изменился катастрофически. Коренных жителей оказалось всего 13% от общей численности. Казахи, теряя пастбища, необходимые для выпаса скота, уходили вглубь страны. А северный регион заселяли русские, украинцы, белорусы. Им выдавали материальную помощь, льготные кредиты на покупку жилья и скота. Коренные жители оказались ущемленными в правах. И это ясно понимали студенты. Молодые, необузданные, идеалисты и мечтатели, они желали изменить жизнь к лучшему. Жас тұлпарлықтардан соң Қазақстанның әр аймақтарында бейресми ұйымдар құрыла бастады. Мысалы, Павлодарда Жас ұлан ұйымы, Қарағандыда Есеп партиясы, яғни елін сүйген ерлер партиясы, және Алматыда 1973-74 жылдары Казмудың тарих факультетінің студенттері Сарыарқа ұйымын құрды. Бұл ұйымдардың барлығының өзіндік жарғысы және гимні болды. Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті бұл ұйымдарды өздерінің бақылауына алып, таратып және ұйымдастырушыларын қуғынға ұшыратты. Кеңес халқы интернационализм дегенді желеу етіп, қазақ тілі мен мәдениеті қоғамның рухани өмірінен ығыстырылып, шеттетіліп жатты. Мысалы, қазақ тіліндегі газет-журналдардың таралымы азайтылды, қазақ балабақшалары мен мектептері жабылды, тіпті қазақша хабар тарататын телерадио хабарлар сағат саны қысқартылды. Осының барлығы қазақ халқының ашу-ызасын туғызды. Орталықтағы басшылардың қазақ халқының мүддесімен санаспайтындығының және ұлттық қайшылықтардың өрістеп кеткендігінің айқын көрінісі 1979 жылғы Целиноград оқиғасы болды. 1979 жылы 31 мамырда КОКП орталық комитетінің саяси бюросының неміс автономиялық облысын құру туралы қаулысы шықты. Орталығы Ерейментау қаласы болып бекітілген, құрамына Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Көкшетау облыстарының бірқатар аудандары енетін неміс автономиясын құру жөніндегі комитеттің басшысы болып Коркин тағайындалды. Қазақстанда неміс автономиясы құрылады деген хабарды естіген жергілікті халық 16 маусымда митингіге шықты. Ленин алаңына жиналған шерушілердің қолында неміс автономиясына жол жоқ, Қазақстан аумағы бір тұтас бөлінбейді деген транспаранттар болды. Қазақстан тек қана қазақ халқының отаны емес. Сонымен қоса Қазақстанда орыстар, немістер, ұйғырлар, татарлар, басқа да ұлттың өкілдері тұратындығын айтылды. Жергілікті халықтың пікірімен санаспай, ел аумағында автономия құру заңға қайшы келетіндігін мәлімдеді. 19 маусымдағы екінші митингіге жиналған халықтың алдына сол кездегі облыстық атқару комитетінің төрағасы
Абылайхан Жолмұхаметов пен партия комитетінің бірінші хатшысы Николай Морозов шығып, ешқандай да автономия құрылмайтындығына халықты сендірді. Халық әлі де қобалжулы болды. Дегенмен, Қазақстанда неміс автономиясы құрылмайтын болды. Міне, осы оқиғалардың барлығы коммунистік партияның қоғамдық саяси өмірдің барлық салаларына жетекшілік етіп отырғандығын және ешқандай да елде демократияның жоқтығының айқын дәлелі еді. Құрметті оқушылар, тоталитарлық режим дәуірінде ұлт саясатына қарсы көптеген наразылықтар мен шерулер болғандығын бүгінгі сабағымызда білдік. Сабағымызды түйіндеу үшін сіздерге салыстыру тапсырмасын ұсынамын. Бірінші бағанға бұлдан бұрынғы сабақтарда өткен Теміртау оқиғасы туралы мәліметтерді толтырсақ, екінші бағанға бүгінгі сабақта оқып білген Целиноград оқиғасы туралы мәліметтерді толтырамыз. Сұрақтарға жауап бере отыра, екі оқиғаны салыстырамыз. Құрметті оқушылар, келесі кезекте Жас тұлпар ұйымының жұмысына сұрақтарға жауап бере отырып талдау жасайық. Бұл сұрақтар түстердің мінезіне сай құрылды. Ұлттарды жойып, кеңес халқын қалыптастырасыз деген жоспарымыз қалай болды? Қазақтардың рухы мықты екен. Оларды ұлт ретінде жоя алмадық. Осымен бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Егемендігіміз еңселі болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Назарларыңызға рахмет.